Алматы қаласы Желтоқсан көшесі мен Теміразип көшесінің қиылысында тұрмын. Қанды қаңтарда менің інім Бекболат Асқатбекұлын осы көшенің қиылысында атып өлтірді. Анау тұрған зданияның бер жағы жолдың арғы бетінде 7 қаңтар күні түскі сағат 12:30-да кетіп бара жатқан жерінде жазықсыз атып тастады. Мен осы көшеден өткен сайын марқұм інімді еріксіз еске аламын. Бауырым, сен атқан жерде мен тұрмын, қанды көше, қаңтардағы көркің мұң. Сапарыңа асықтың ба соншалық, желтоқсан мен желде есіп желпіндің. Келе жаттың, ештеңе жоқ ойыңда, қарауытқан сұп-сұрқия бейпіл күн. Қанішердің бұйрығы аямастан ат деді, қанды қолы көздеген сен осы жерде өлтірді.